Қыздар сәлем. Маған соңғы күндерде көп қойылған сұрақ оюды тоқу үшін сызбасын қалай жасау керек. Әсіресе кілем тоқитын апай, әжелерден осындай сұрақтар көп болды. Сол себепті сіздерге ою сызбасын жасаудың бір жолын көрсетіп қояйын. Пайдалы болса лүпіл басып арнаға жазылып алыңыз. Ең алдымен біз Google-ден өзімізге қажетті оюларды іздейміз. Оюды неге тоқитыныңызды ескеріңіз. Киім тоқисыз ба? Кілем тоқисыз ба? Жамылғы тоқисыз ба? Өзіңізге ұнаған керек оюларды сақтап алыңыз. Мен мұнда сіздерге көрсету үшін мысал ретінде бірнеше оюды таңдадым. Үлкен оюлар кілем тоқуға жақсы келеді. Осылай таңдаймыз, телефонымызға сақтап қоямыз. Бүгін бәрі жаңадан басталады. Мінеки қыздар, оюлардың түрлері өте көп. Таңдау өз еріктеріңізде, мына оюды кілем тоқитын қыздар пайдалансаңыздар болады. Осыны да сақтап алайын. Қазір сызбасын жасап көрсетемін. Арманымды жүрегіме сақтадым, қанша қиын болса да тоқтамадым. Күлім десем күнім бірге күледі, бақыт маған жол табады. Қыздар, әдемі оюлар жетеді. Көздің жауын алып тұр. Өздеріңізге ыңғайлы әдіспен сақтап алыңыздар. Мына оюларды да сақтайын. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Бір қадам, тағы бір қадам, сенім ғана, менің қанатым, мен жарқыраймын. Енді қыздар, менің ең сүйікті оюым қарлығаш оюы, немесе құсқанат оюы деп те айтылып жатады. Бұл оюмен өте көп кардигандар тоқығамын. Менімен бірге көптеген қыз-келіншектер тоқып үйренген. Осының сызбасында сіздерге жасап көрсетейін. Назарларыңыз менде болсын. Осы оюлар жеткілікті. Ендігі кезекте біз тағы Google-ге ағылшын әріптерімен пик 2 пат деп жазып іздейміз. Сол кезде бізге осындай сайт ашылады. Бұл кестелеу өнеріне қажетті сызбаны жасайтын онлайн сайт. Және тоқитын ою сызбаларында осында жасауға ыңғайлы. Пик 2 пат сайтына басып кіреміз. Көп жарнамаларға мән бермей, бірден төмен жағына қарай түсеміз. Бұл жерде файлды таңдау деген көк түспен жазылған жазу бар. Анықтап қарап алыңыздар. Сол жазуға басамыз. Бағана біз телефонға сақтап алған оюлардан керегін таңдаймыз. Мен ең бірінші сіздерге осы үлкен оюдың сызбасын жасап көрсетейін. Ары қарай батырмасын басамыз, оюдың суреті жүктеледі. Енді осы жерде оюдың ұзындығы мен енінің өлшемін өзіңізге қажетті етіп таңдайсыз. Ою сызбасын түрлі өлшемде жасап көріңіз. Солай ең керек деген өлшемді таңдап аласыз. Бүгінгі кішкентай қадам, ертең үлкен жеңіс, мен жарқыраймын. Тағы да ары қарай батырмасын басамыз, бізге бірден оюдың сызбасын тор көздермен тоқуға ыңғайлы етіп жасап береді. Бастапқы жақта бірнеше сызбасын жасайды, олар анық емес. Ең соңғы ою сызбасы нақты анық болады. Осыны сақтап аламыз да қарап тоқимыз. Қыздар, көрсеткенім бойынша осы сайтта барлық ою сызбасын жасай бересіздер. Келесі мына сары оюлардың да сызбасын жасап көрейік. Тоқуға кішірек ою керек болса, осылай 2 немесе бірнеше оюды скриншот жасап, сызбасын жасасаңыз болады. Бір жасап көрсеңіз жолын түсініп аласыз. Өлшемдерінде әр түрлі сантиметрде таңдап жасап көріңіз. Бірге тоқиық біз бүгін, махаббатпен нұрлансын әр күнің. Қарапайым жүктен ғажайып туады, сабыр еткен адамның бағы жанады. Бүгін үйрен, ертең өзгеге үлгі бол. Қыздар, енді қарлығаш оюының сызбасын жасап көрейік. Көп тоқмашылардың сұранысына ие ою түрі. Өлшемдерін қалауларыңызша өзгертіңіздер. Ою сантиметрін көп таңдасаңыз, сәйкесінше ою сызбасындағы тор көз сандары да көп болады. Үлкен ою тоқисыз деген сөз. Кішірек ою керек болса, ою сантиметрінде аз таңдаймыз. Өзіңізге ыңғайлап бірнешеуін жасап көріңіз. Ою сызбасының өлшемі көңіліңізден шыққан кезде ең соңғы жағындағы сызбаны сақтап аласыз да тоқи бересіз. Әр туындым жан дүниемдегі шуа.
Қыздар, тағы бір ескеретін нәрсе, оюдың тура ортасын белгілеп аласыз. Екі жағындағы тор көз саны бірдей болып тоқылған жақсы. Сонда ою әдемі қисаймай тоқылады. Мына сайтта ою сызбаларын жасағанда тор көздері біркелкі болмауы мүмкін. Мына ою сызбасында да көрініп тұр. Оюды ортасынан бөліп қарағанда тор көздер екі бөлінде бірдей емес. Бір-екі төр көзден айырмашылық бар. Оны тоқу барысында біркелкі етіп өзіңіз санап тоқсаңыз болады, немесе тор көз дәптерге біркелкі етіп қолмен сызып алсаңыз болады. Бастысы тоқығанда оюдың әдемі шығуын қадағаласаңыз болды. Бұл бейне жазба сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Ою өрнекпен жақсы бұйымдар тоқи беріңіздер. Жақсы күндерде қосылғанша сау саламатта болыңыздар. Баршаңызға сәттілік, жақсылық тілеймін.